Сәлем достар, бүгін біз хит орамалдың тігілу жолын үйренетін боламыз. Менің видеоларым ұнаса, лайк басып, тіркелуді ұмытпаңыздар. Орамал тігіп үйренеміз. Орамал тігу үшін 1 метрден аса мата қажет. Ол матаны осылай екіге бүктеп алып, қайшымен дәл ортасынан 3 бұрышты етіп қырқамыз. Сол кезде 2 орамал шығатын болады. Артық жерлерінің барлығын қайшымен қырқып тастаймыз. Бірінші мына бетін, екінші мына бетін, сосын үшінші алдыңғы жағын тігіп шығамыз. Машинамен немесе бірінші қолмен тігіп алсаңыздар болады. Осындай 0,5 0,2 аралықта өте майда етіп тігіп аламыз. Машинамен тігіп жатырмын мен. Машинамен тігуге алғашқыда қиналсаңыз, бірінші қолмен тігіп, артынан машинамен тіксеңіз болады. Сол кезде ешқандай қисық болмай түзу шығады. Орамалдың бірінші бетін тігіп болдым. Енді екінші бетін тігетін кезде осылай артық жерді кішкене алып тастаймыз. Осылай ішке қарай қайырамыз. Тағы да 2 рет қайырып, осылай тігіп шығамыз. Аяқ жағында осылай қайтадан қайырып, дәл жаңағы әдіспен ішке қайырып, одан кейін қайтадан қайырып өсіп тігеміз. Одан кейін оған осындай шашақты тіксек болады. Шашақты тікпес бұрын мынау тігіспен тігістестіріп тігеміз, және де кішкене жоғарыда ішке қарай қайырып жібереміз. Үшбұрышын шығару үшін орамалдың осындай кішкене қолымызбен бүріп алып, майыстырып, осылай, сосын осы жерді белгілеп алып, инемен белгілеп қойсаңыздар болады, тігіп шығамыз. Сол кезде 3 бұрышты болып орамалдың ұшы шығады. Шашақтарды бір бетке қарай қойып отырып тігеміз. Орамалға араласып кетпеуге қажет. Келесі кезекте лекаламен жұмыс жасаймыз. Мен сіздерге дәл осындай форматта PDF-пен лекала жібердім. Соны кәдімгі принтерден шығарып аласыздар. Ешқандай размер ештеңе өзгертпейсіздер. Дайын лекаламызды қайшымен қырқамыз. Қырыққан кезде біз оюдың мына бөліктерін қырқып тастамауымыз қажет. Тек оюдың основасын қырқып аламыз. Оюдың 2 данасы қажет. 1 данасын біз основа ретінде пайдаланамыз, екінші данасын біз бөліктерге бөліп, яғни көмекші сызықтар сызу үшін пайдаланамыз. Біздің лекаламыз 4 бөліктен тұрады. Қиып алған лекаламызды фетр матасына түсеміз. Мынау біздің основамыз лекаламыздың. Біздің фетр матамыздың төменгі жағы түп-түзу болу керек. Лекаламыздың основасын фетрға осылай қойып, бізге қажетті матаны есептеп аламыз, яғни фетрді. Әр бөліктерінен белгілеп қоямыз. Осы видеодағыдай. Основамыздың қалған бөліктерін сызып аламыз. Фетр матаға сызған кезде бізде ішкі ручка болғаны дұрыс. Қатты боямаймыз. Егер біз қатты боязақ, қазір тіккен кезде біздің моншақтарымыздың астынан сызықтарымыз көрініп қалады. Сол себепті жай ғана сызып өтеміз. Орамалымыздың оң жақ бөлігі, сол жақ бөлігі деп алатын болсақ, біз сол жақ бөлігін сызып болдық. Енді дәл осыны оң жаққа қаратып, дәл осыны сызып аламыз. Яғни бұл біздің орамалымыздың лекаласының основасы деп айтсақ болады. Біз қазір
дәл осыны бөлшектерге бөлінген түрімен де жұмыс жасаймыз. лекаладан екінші мәрте қырқып алған бөліктеріміз ол бізге көмекші сызықтар ретінде қажет болады. Мынау тұтастай основа болса, ол көмекші құрал. Мынау лекаламыздың бірінші бөлігі. Осыны дәл өзінің размерімен осылай қойып, ручкамен сызып аламыз. Екінші бөлігіміз осылай қойып, оюларды сызып аламыз. Келесі үшінші бөлігіміз, яғни ең ұзын оюымыз, оны да өзінің оюларының сызығымен қондырып шығамыз. Келесі төртінші бөлікті, яғни ең кішкентай бөлік, белгілеп сызып аламыз. Сызықтар основа бойынша бірдей болуын қараймыз және дәл осы сызықтарды екінші бетке теріс бетінен түсіреміз. Түсіріп болғаннан кейін фетрді қайшымен қырқып аламыз. Қырқып жатқан кезде мынау жиектегі сызықтарды мейлінше жақынырақ алып қырыққан дұрыс. Және де жаңа айтып өткенімдей, мына жердегі оюды қырқып тастамаймыз. Айналдырып қырқып аламыз. Ішін ойып тастамаймыз. Ең алдымен бірінші бөлігімізді осындай метражный стразамен тігеміз. Метражный стразаны тігу үшін инені фетрға қадап аламыз және де стразаның арасында осындай бос орындар болады. Соның арасымен тігіп отырамыз. Сол кезде жібіміз көрінбейтін болады. Арасын ашып отырып тігеміз. Дәл жанынан шығарып отырамыз. Бұны тігіп болғаннан кейін осылай шетінен қырқып аламыз. Әр тігісті тігіп болғаннан кейін артқы бетке қаратып осылай түйіндеп тастаймыз. Екінші тігісіміз жемчуг бисердің ақ түсін, қызыл түсін және бір ақ түсін алып, сызығымыз бойынша қиғаштап отырып тігіп шығамыз. Біріншісін осылай тігеміз, екіншісін дәл соның қасынан, жанынан алып, дәл жаңағы тәсілмен барлығын тігіп шығатын боламыз. Ақ, қызыл және де қайтадан ақ. Осының барлығын біздің оюымыз біткенше тігіп шығамыз. Екінші түсті тігіп болғаннан кейін де артқа қаратып осылай түйіндеп аламыз. Және де оны қырқып келесі тігісті қайтадан бастаймыз. Үшінші тігісіміз капля хрустальді алып, осындай моншақпен тігіп шығатын боламыз. Моншағымызды инеден өткізіп аламыз және де қиғаштап қойып, барлығын тігіп шығамыз. Біріншісін осылай, екіншісін дәл жаңағындай жанынан шығарып, оюдың соңына шейін тігіп шығамыз. Қолдың көмегімен орын-орнына орналастырып отырып тігеміз. Біз лекала бойынша бірінші бөлік тігіп болдық. Енді екінші бөлігімізге осындай моншақты тігіп шығамыз. Және де пайеткамен оның сыртын қаптаймыз. Пайетканы тігу үшін инені шығарамыз. Пайетканы соған
бекітеміз және де дәл ортасынан жіппен тігеміз. Дәл солай қайталаймыз. Инені шығарамыз, пайетканы иненің ортасынан өткізіп, бір жанынан тігеміз. Дәл осылай қайталап тігіп шығамыз. Келесі осы көрсетілген жерге біздің моншақтарымызды тігіп аламыз. Одан кейін оның сыртын осындай метражный стразамен тігіп шығамыз. Дәл жаңағы бірінші тіккен тәсілмен. Одан кейін біздің ұзын оюымызды тігеміз. Ол үшін біз дәл сызықтың бойынан инемізді өткіземіз және де осындай хрустиарусты алып тігеміз. Қиғаштап отырып, дәл соның жанынан қайтадан екіншісін өткіземіз. Осылай айналдырып, ұзын оюымыздың жиегін сызық, яғни ою біткенше тігіп шығатын боламыз, айналдырып отырып. Видеодағы әдіспен барынша мынау сызылған жерлерден асырып тіккеніміз жөн. Одан кейін біз бұл оюдың ішін осындай пайеткамен қаптаймыз. Пайетканың тігілу әдісі дәл жаңағындай. Бірінші инені өткіземіз, одан кейін пайетканың дәл ортасынан фетрға тігеміз. Одан кейін мынау бізде бос қалған жерлерді тағы да осы пайеткамен толтырып шықсаңыздар болады. Осындай готовый моншақты ең жоғарғы бөлігіне тігеміз және де оның жиегін осындай хрусталь моншақпен айналдырып тігіп шығамыз. Жоғарғы жаққа осы моншақты тігеміз. Дәл соның жанынан 6-4 мм моншақтарды араластырып отырып, осылай тізбектеп тігіп шығатын боламыз. Моншақтарды инеге түсіп, ең қарапайым әдіспен тігеміз. Келесі тігісіміз 2 дана жемчуг моншақ, одан кейін бір хрустиарусты алып, қиғаштап отырып тігіп шығамыз осы видеодағы тәсілмен. Төрт миллиметрлік моншақты тігіп аламыз. Кәдімгі қарапайым тігіспен, одан кейін 6-4 миллиметрлікті араластырып отырып тігеміз. Ең жоғарғы жағына 6 миллиметрлікті тігіп шығамыз. Енді біз осы бір бетке тіккенімізді екінші бетке дәл солай қайталап аламыз. Және де тігіп болғаннан кейін қарасаңыздар, мынандай кішкене ашық жерлер қалады. Сол жерге қолдарыңыздағы бар пайетка, хрустиаруспен барлығын тігіп шықсаңыздар болады. Келесі жұмысымыз орамалымызға алдыңғы моншақтарды тігіп шығу. Ендігі біздің келесі сабағымыз, біз мынау алдыңғы бөлікке шашақтарды тігеміз. Ол үшін біз мынау фетрдің астынан былай жоғарғы жақтан әкеліп, инемізді дәл ортасынан өткіземіз. Міне өткіздік. Енді осы жерге біздің сабақ барысында қолданған мынадай кішкентай бисер моншағымызды және де осындай бір дана хрусталь моншақты және де осындай шашаққа ұқсас келетін осындай жемчуг моншақты пайдаланамын. Осылай қоямыз. Міне, енді біз осыны бекіту үшін қайтадан мынандай ең кішкентай бисерді аламыз да инеден өткіземіз. Сосын қайтадан кері қарай жүреміз тізбекке.
осылай шығарып аламыз. Мына жерден ұстап отыру керек. Барлығы түзу болып шығу керек. Мына жақтан тартып, мына жақтан жіберіп, сөйтіп отырып келтіреміз. Міне, осылай түседі. Содан кейін оны қайтадан, мына инемізді қайтадан фетрге өткіземіз. Міне. Міне, біздің бір шашағымыз дайын болды. Енді бұны әркімнің өзінің қалауына қарай, мүмкін біреу ұзын болып тұрған қалайтын болса, 2 дана хрустальдан қосуға болады деген сияқты, сол үлкейте беруге болады. Енді осыны өзіңізге ыңғайлы жақ, набеттен ары қарай жалғастыруға болады, немесе набеттен былайға жалғастыруға болады. Мен былай жалғастырам. Енді ара қашықтықты примерно көз мөлшермен аламын мен. Өте алыс емес, өте жақын емес. Сіздер өздеріңіз белгілеп, солай жасай бересіздер. Мен мына біздің стразовый метражный неміздің бір 2-3 данасынан аралықта салып отырмын. Біз мына түсті тігіп болдық. Енді дәл осыны мына беттен қайталаймыз. Дәл жаңағы әдіспен оюымызды аламыз. Ара қашықтықты сақтай отырып, инені астынан шығарамыз. Одан кейін кішкентай 2 бисер жемчуг. Одан кейін қызыл капля және қайтадан жемчуг бисер. Осылай алып келіп, енді қараңыз, мынау жоғарғы бөлікте қалады, төменгі бөлікте мынау қалады. Соны ішінен өткіземіз. Содан кейін инемізді былай шығарып алып, өткізіп аламыз. Міне, мына жерді ине жіп бекітілген жерден осылай тартып тұрамыз қолымызбен. Мына жіп қозғалып жүреді. Соны осылай қолмен ұстап отырып, мынау қатты тартылып қалмау керек. Біздің жібіміз немесе бос болып қалмау керек. Ровно осылай сияқты орналасу керек. Егер қандай да бір мынандай бос болып қалып, тең келмей жатса, қайтадан мынау жоғарғы төменгі жағына барып, ең алғашқы осы жерден жібімізді кішкене тартамыз. Мынаны осылай итеріп белгілеп қоямыз да, жіпті қайтадан тартып отырып келтіреміз. Енді дұрыс келді. Осының қайтадан инені шығарған маңнан, орнынан қайтадан инені өткізіп тіктіземіз. Тіктік. Енді әрі қарай тартылып қалмау керек. Одан кейін қайтадан ара қашықтықты сақтап отырып, әрі қарай осылай жалғастыра береміз. Мен ең соңғы бөлігін тігіп жатырмын. Енді келесі кезекте оюымызды орамалға қондырамыз. Орамалымызды осылай алдын ала дайындап аламыз, тігіп, және де ішіне қарай бір рет қайырамыз. Міне, қайыратын тұсымыздан мен
өтекте белгісін қойып қойдым. Осы тұсты кәдімгі ине жіппен алып былай көктеген тәрізді тігіп шығамыз. Содан кейін осылай қойып аламыз. Дәл ортасын алдын ала белгілеп аламыз. Дәл ортаңғы тұсын. Мен басыма тағып та өлшедім. Және де былай орамалды былай екі жаққа қойып, және де ана жақтағы ұшын ортаға қойып, немесе екеуін бір-біріне қайырып отырып, жан жақты өлшеп, солай белгілеген дұрыс. Осылай ортаңғы бөлігін есептеп аламыз. Содан кейін мынау біздің дайын оюымызды, мына жердегі біздің үшкір жерімізді мынау сызыққа әкеліп былай қоямыз. Осылай. Мынау қойған кезде мына жерде біздің ою мынау ұштасқан жерлеріміздің бәрі орамалдың ең алдыңғы ұшына түскені дұрыс. Тігіп шығамыз. Егер ыстық клей болса, осылай белгілеп аламыз, мысалға. Бірден ізі кетіп қалатын нәрсемен белгілеген дұрыс. Осылай белгілеп аласыздар да. Жерде ұшы қай жерде тұрады барлығын белгілеп алып, ыстық клейді жағып, сосын бірден былай жаңағы әдіспен орнатып шықсақ болады. Одан кейін оның үстінен инемен жіппен қайтадан тігіп өтеміз. Мен ыстық клеймен жабыстырып шығам. Ол үшін оюымды осылай ыстық клеймен ортаңғы жақтарды осылай сол жерге әкеліп қоюымыз керек. Он жақты орамалымыз дайын. Сәлем достар, бүгін біз сіздермен осындай әдемі тақияны тігіп үйренетін боламыз. Ең алдымен тақияның лекаласын дайындап аламыз. Ол үшін бізге диаметрі 21 см болатын шеңбер сызамыз, және де ортаңғы нүктесін белгілеп 11 см аралықта 3 бұрыш жасаймыз. Одан кейін тақияның жиегін жасаймыз. Ені 11,5-да 5, ұзындығы 58 см. Дәл осылай етіп өлшеп сызып аламыз. Және де дәл осы лекаламызды матаға түсіреміз. Яғни 3 түрлі мата қолданамын. Фетр матасы, және паутинка, және де атлас матасын қолданамын. Қағазға түсіріп алған лекалаларымызды дәл осылай матаға түсіріп аламыз. Енді біз барлық маталарды бір-біріне қосып шығатын боламыз. Бірінші кезекте тақияның жиегін жасаймыз. Ол үшін бірінші атлас матасын жаямын, одан кейін паутинканы жаямын. Бұның барлығының өлшемі дәл лекала бойынша, ал одан кейін біз фетр матасын жаямыз. Фетр матасын пішкен кезде ескеретін жайт 11,5-да 5-тің жартысын пішеміз. Және де осы видеода көріп тұрғандарыңыздар барлығын қайырып, өтекпен үстіне дәке қойып, бастырып үтіктеп аламыз. Үтіктеген кезде мейлінше ақырын болу керек, өйткені біздің паутинка матамыз немесе астыңғы үстіңгі маталарымыз жылжып кетуі мүмкін. Сол себепті бір бөліктен өтіріп үтіктейміз. Міне видеодағыдай болып, бір тегіс болып шығу керек. Енді тақиямыздың үстіңгі бөлігін тігеміз. Дәл осы лекалада көрсеткен бұрышты барлық бөліктерінен шығарып аламыз. Яғни бұл жерде біз атлас матасын, фетр матасын және паутинканың барлығын дәл осылай 3 бұрышты етіп дайындап аламыз. Бұл 3 бұрыш біздің тақиямыздың биік көтеріліп тұруы үшін көмектеседі. Тақияның үстіңгі бөлігін дәл осылай отырып үтіктейміз. Ең алдымен атлас матасын жаямыз, оның ортасына паутинка, одан кейін фетр матасын, және де паутинка, және де атлас матасын қойып, үстіне дәке жауып, өтекпен бастырып үтіктеп шығамыз. Видеодағыдай шығады. Жиектерінде артық жерлер болса қиып тастайсыз, және де
қатты болып формасын сақтайтын болады. Біз себеп фетр матасын қолдандық. Енді біз екі осы бөлікті бір-біріне қосуымыз керек. Біз машинканың зигзаг бөлігіне қойып, тақиямыздың бірінші үстіңгі бөлігін, яғни төбесін тігеміз. Видеода көріп отырғандай тәсілмен тақиямыздың екі үш бұрышын бір-біріне қосып, машинкамыздың тігісімен тігіп шығатын боламыз. Тіккен кезде өте ақырын тігіп шығамыз. Себебі біздің тігістеріміз, яғни бір-бірінен жылжып кетуі мүмкін. Баяу отырып ақырындап тігеміз. Кішкене тігеміз, жібереміз, қайтадан тігеміз. Міне видеодағыдай осылай қосылып тігіліп шығады. Байқасаңыздар, сәл жоғарылау болып шықты. Енді келесі кезекте біз тақияның жиегі мен үстін бір-біріне қосатын боламыз. Бұл жолы да дәл осы видеода көріп отырғандарыңыздай кішкенеден тігіп, тоқтатып, осылай ақырын тігеміз. Бұл жерде де зигзаг тігісін пайдаландым. Бір-біріне айқастыра отырып тігетін боламыз. Видеодағы өлшеммен тігетін болсаңыз, барлығы бірдей шығатын болады, және де размерлері дәлме-дәл келетін болады. Тігіп болғаннан кейін жиегін де осылай бір-біріне қосып тігіп шығатын боламыз. Міне біздің тақиямыз дайын. Енді кішкене сәндік жұмыстарын жасасақ болады. Тақиямызды әсемдеу үшін маған ыстық желім, осындай үкі, қазақша ою және де әсемдік үшін осындай метрлік моншақ қажет. Осыны тақиямызға орнатып шығамыз. Ең әуелі мен осы моншақты тақиямыздың тігісін білдірмес үшін айналдыра ыстық желіммен орнатып шығатын боламын. Видеода көріп отырғаныңыздай желімімізді кішкене жағамыз және де оның үстінен метрлік моншағымызды бекітіп шығамыз. Бірден барлығына клейді жағуға болмайды, себебі біздің клейіміз тез қатып, моншағымыз жабыспай түсіп қалуы мүмкін. Моншақтарды жабыстырғаннан кейін міндетті түрде үстінен кішкене басып, ұстап, қаттырақ жабысуын қадағалаймыз. Және де артылған моншағымызды қиып алып тастаймыз. Және де ең соңғы бөлігін де мықтап жабыстыруды қадағалаймыз. Келесі кезекте тақиямызға үкісін орнататын боламыз. Ол үшін біз тақиямыздың жоғарғы бөлігінен кішкене ғана осындай қиық жасасақ болады. Яғни оны қатты қиюдың қажеті жоқ. Өте кішкентай ғана біздің үкіміздің кішкентай сымы сиятындай болса болды. Осыған біз үкімізді өткізіп тақияға бекітетін боламыз. Үкімізді осылай өткізіп болғаннан кейін арғы бетіне қаратып, яғни ішкі бетіне қаратып, ішкі беттен көрініп тұрған үкінің сымын осылай майда етіп, ішкі беттен майыстырып орнатып шығамыз. Және де ол біздің басымызға тимеуі үшін осы фетрдің кішкене бөлігін алып, ыстық желіммен үстіне жабыстырып тастаймыз. Бұның үстін қызыл түсті мата артылған болса, сонымен жауып қоюға болады. Тақиямыздың дәл маңдай тұсын белгілеп алып, ол жерге оюды осылай орналастыратын боламыз. Оюды ыстық желімнің көмегімен жабыстыратын боламын. Әуелі қай жерге жабыстыратынымды белгілеп, кішкене сызықтармен сызып аламын. Содан кейін жабыстырып шығатын боламыз. Оюды жабыстыру барысында ең бірінші бір бөлігін жабыстырамыз, содан кейін қалған бөліктерін кішкене клейді жаға отырып жабыстыратын боламыз. Барлық жерге егер клейді жағып тастасақ, біздің клейіміз дұрыс жабыспай қалуы мүмкін. Сол себепті ақырындап жабыстырып шыққанымыз жөн. Осымен біздің тақиямыз дайын. Сіздер де дәл осы методикамен жасап көріңіздер. Бір жасағаннан ақ шығатын тақия. Видеоларым ұнаса тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Сәлем достар, бүгін біз осындай төсек жапқышын тігетін боламыз. Видеоны соңына дейін көріп, ұнаса лайк басып комментарий қалдырсаңыздар болады.
Мен осылай есептеп алдым. Көрпе тыс ұзындығы 220 сантиметр, ені 180 сантиметр. Яғни сіздерде қандай өлшемде көрпелеріңіз сол өлшемді алсаңыздар болады. Мысалға мына жерде мен 2 дана, яғни ұзындығына 220, еніне 180, осыдан 2 дана пішіп аламын. Дәл осындай размермен. Одан бөлек көрпешенің тысы. Оны да осындай ұзындықта алдым. Сіздер өз өлшемдеріңізбен жасайсыздар бұны да. Жастық тысты да өзімнің қажетті өлшемімді алдым. Сіздер де өз қажетті өлшемдеріңізбен алып тіксеңіздер болады. Өзімізге қажетті өлшемді алып болғаннан кейін тігін машинкасымен барлық бөліктерін қосып шығамыз. Мен ең алдымен көрпешенің тысын тігемін. Біз осылай көрпешенің тысын алып, жиегін қайырамыз. Ол үшін оң бетін және теріс бетін белгілеп аламыз. Видеода көрсетілген тәсілмен қайырып, оны машинкада тігетін боламыз. Кішкене тігеміз, тоқтаймыз. Дәл осы тәсілмен матамыздың ең соңғы бөлігіне дейін тігіп шығамыз. Ешқандай қиындығы жоқ. Тізу тігісті осылай тігіп шығамыз. Және де келесі бөлігін дәл осы видеодағыдай қайырып, бұрыштарын бір-біріне келтіріп, тағы да тігіп аламыз. Көрпеше тысымыздың 4 бөлігінде дәл осы тәсілмен тігіп шығамыз. Келесі кезекте көрпенің тысын тігетін боламыз. Көрпенің тысын тігу үшін мен 2 түрлі мата таңдадым. Қызыл және жасыл түстес матаны таңдадым. Біз бастапқыда көрсеткен есеп бойынша пішіп алдық. Енді осыны машинкада қосып шығамыз. Матаның ұшынан бастап, кәдімгі түзу тігіспен жүргізіп тігіп шығамыз. Мына бетті осылай тігіп болдық. Енді біз көрпенің ұзындығынан замок тастайтын немесе тігіп қоюға арналған бөлік тастап кетеміз. Біз ол жерден көрпені осы көрпенің тысына кіргізуіміз қажет. Сол үшін қажет болады. Қапатамыз. Енді келесі тігісті осындай біз қалдырып, көрпе сиятындай етіп қалдырып, әрі қарай жалғастырып тігеміз. Әрі қарай осылай тігіп кетеміз. Біз осылай ендерін тігетін боламыз. Енді біз келесі кезекте көрпенің тісін тігіп болғаннан кейін сыртқы бетінен осылай жиегін ұштастырып отырып, екі жиегін ұштастырып отырып, сыртынан тағы да бір тігіп шығамыз. Ол үшін осылай ұшынымызға қойып аламыз. Ең ұшына қойып аламыз. Содан кейін осылай ең кішкентай тігісті түзу тігіс жүргізіп шығамыз. Ол біздің мынау матамыздың әдемі сәнді болып тұру үшін қажет болады. Тігіп шығатын боламыз. Келесі кезекте жастықтың тісін тігеміз. Ол үшін біз осылай қажетті өлшемімізді алып аламыз. Содан кейін ең бірінші біз жастығымыздың енін екі жерден тігіп аламыз. Біріншісін мына тұстан осылай түзу тігіспен тігіп шығамыз. Одан кейін екіншісін мына тұстан тігеміз. Осылай бір қайырып аламыз. Содан соң машинкаға қойып, осылай бір қайырып тігіп аламыз. Екі тұсты да осылай тігіп алдым. Енді біз матамызды осылай өлшеп отырып, осылай бүктейміз. Одан кейін біз мынау үлкен бетін сыртына қарай шығарамыз. Кішірек бетін ішіне саламыз. Осылай ішіне саламыз. Содан кейін үлкен бетін сыртына шығарып, осылай барлығын сыртқы бетінен тағы да бір тігіс жүргізіп шықсақ болады. Жастық тісіміз дайын. Артық жіптерінің барлығын
тастаймыз. Қажеттілік туындаса өтекпен үтіктеп шығамыз. Енді келесі кезекте төсегімізді осылай жинап салып көреміз. Барлығын кезек-кезегімен рет-ретімен қойып шығамыз. Ең соңында кішкене романтика қосақ болады. Сіздерге ұнады деген ойдамын. Жасап көріңіздер. Егер менің видеоларым ұнаса, маған тіркеліп, қолдап қойыңыздар. Бүгінгі сабағымызда кішкентай қыздарға арналған ақшақардың көйлегін тігетін боламыз. Мен осындай көк түсті мата таңдап алдым. Ішінде жұлдыздары, шыршалары, жаңа жылдың бейнелері бар, узорлар. Және де мен қызымның осындай күн етек юбкасына және де осындай ақ кофтасына арнап салдым. Яғни осыған салып пішіп алдым. Менікі юбка және кофта ретінде болады, екеуі екі бөлек. Осылай барлығын пішіп алып машинаны тігіп бастаймыз. Ең бірінші кофтамыздың осындай иықтарын тігіп аламыз. Екі жағында тігіп шығатын боламыз. Келесі кезекте жеңді кофтаға орнатамыз. Жеңнің дәл ортаңғы тұсын және де кофтаның иықтағы ортаңғы тұсын тауып аламыз. Енді екеуін бір-біріне қаратып қосып шығамыз. Ортаңғы тұсынан бастап. Осылай екі жеңді орнатып болғаннан кейін біз ортаңғы бел тұспен жеңнің астыңғы тұсын біріктіріп қосып шығамыз. Ол үшін жеңнің осындай ұшын және қолтық ойындысын барлығын біркелкі етіп теңестіріп аламыз. Және де жеңнің ұшынан бастап машинаға салып осылай тігіп шығамыз. Қолтық ойындысын тігіп бара жатқан кезде бір рет, екі рет закрепка беріп өтемін. Одан кейін түсу тігіспен тігіп шығамын. Және де дәл екінші бетті де дәл осылай қайталайтын боламын. Біз енді келесі кезекте юбканы тігетін боламыз. Юбканы тігу үшін алдымен осындай арнайы дайындалған белдігімізді юбкамызға қосып шығамыз. Бізде юбка күн етек болғандықтан біз бірден белдікті тіге береміз. Белдікті тігу үшін осылай өзімізге қажет тұстан белгілеп, машинкаға қойып, бір рет одан кейін тағы да ішке қарай бір рет қайырып тігіп шығамыз. Келесі кезекте юбкамызға осындай жіңішке резинка өткіземіз. Арнайы осындай резинка өткізуге арналған кішкене орын тастап кеттік. Осыны түйреуішке қадап алып, солай өткізіп шығамын. Резинканы өткізіп болғаннан кейін машинада қосымша тігіспен тігіп шығамын. Үстіңгі бөліктегі мойын ойындысын, етектің астыңғы жағын барлығын қайырып тігіп шыққаннан кейін, енді біз киіміміз сәндеуге кірісеміз. Мен осындай үлпілдектер сатып алдым. Оны осындай кәдімгі ыстық желім, ыстық пистолеттің көмегімен осылай кішкене ғана желімді жағып алып, аз-аздан қаттырақ басып отырып жабыстырып шығамын. Бұл үлпілдектер, пухтар біздің киімімізге әдемілік, ерекшелік, сәндік беретін болады. Нағыз киіммен үйлесетін әдемі бұйым деп айтсақ болады. Енді келесі кезекте біздің жоғарғы жақтағы кофтамыздың алдыңғы мойын жақ бөлігіне де осындай әдемі үлпілдектермен, пухтармен сәндеп шығамын. Осымен біздің көйлегіміз дайын, осындай әп-әдемі нұсқада шықты. Қызыңызға осылай тігіп берсеңіз болады, өте оңай. Сіздің бұлай тікеніңізді көріп, қатты қуанатын болатынына сенімдімін. Барлығыңызға сәттілік. Видеоларым ұнаса, лайк басып тіркелуді ұмытпаңыз. Дәл осы видеодағыдай ақшақардың ободогында жасап, видеоға салғанмын. Алдыңғы видеолардан қарап, көріп, жасасаңыз болады.
Сәлем достар, бүгін біз сіздермен двойной ободокты әрлейтін боламыз. Бізге ол үшін ободок қажет, және де лента қажет, ине, жилка, және де түрлі өзімізге ұнаған тастар, моншақтар қажет. Және де бізге жерімдеуіш пистолет қажет болады. Енді жұмысқа кіріспес бұрын мен сіздерге бір нәрсені түсіндіре өтейін. Егер сіздер мынадай ободокты таңдап алған кезде, ободок көбінесе темір болып келеді. Оның темірін алсаңыздар ұзаққа жарамды болады. Егер кәдімгі басқадай түрлері болады, соларды алғаннан гөрі темірін алған дұрыс, себебі темір ободок көпке жарайды. Енді егер сіз ободоктың темір нұсқасын алып қойған болсаңыз, біз сыртын лентамен орауымызға болады оның. Себебі бізге қандай да бір мата қажет, себебі жіппен, немен, жилкамен тіккен кезде бізге мата қажет. Сол кезде біз осылайынан сыртын орап шығамыз. Бұл егер сіздердің ободоктарыңыздың сырты темір болса, міне осылай қиғашта отырып орап шығасыз. Менің ободогымның сырты лентамен дайын. Енді мен ободоктың бір жағын қосып қойдым, енді екінші жағын жерімдеуіш пистолетпен қосып шығамын. Алдымен мына жерін өзіңіз қалағандай, қай жеріне дейін қосасыз, солардың барлығын өзіңіз таңдап алыңыз. Және де қандай ара қашықтықта істегіңіз келеді. Мысалға, кейбіреулер өте жақын болып тұрған қалайды, кейбіреулер алыстау. Мысалға, маған орташалау ұнайды. Көбіне де солай ұнайды деп ойлаймын. Артық клейлерден қорықпаңыздар, олар кеткен кезде алып тастауға болады. Осылай шамалы уақыт ұстап тұрамыз. Жақсылап мықтап оралғанына көз жеткіземіз. Енді ары қарай келесі жұмысқа көшеміз. Достар, біз ободоктың екі жағын қосып болдық. Енді мынандай өздеріңіз қалаған түсте ободоктарыңызға сәйкестендіріп, мына лентамен екі қосқан жерімізді жауып тастауға болады. Немесе сіздер қазір бисермен, тастармен, моншақтармен тігесіздер ғой, сол моншақтармен тіккен кезде негізінде көрінбей кетеді. Бірақ сонда да әдемі болып шықсын, ешқандай мінсіз болсын десеңіздер, ең әуелі біз астыңғы жағына жағамыз, клейімізді. Сосын былай. Астыңғы жағын сіз жасырыңыз. Ары қарай орап кете береміз. Артық жерін притастауға да болады. Біз ары қарай лентаны ораймыз. Лентаны ораған кезде қиғаштап матаны қаттырақ тартып орап шығыңыздар. Біздің клейіміздің көрініп тұрған жеріне дейін ғана мен орайтын боламын. Қиғаштап. Себебі бұның барлығын орауға болмайды. Алдымыз қоспады. Біз әкелесіздер да клейді астыңғы жағына жабыстырыңыздар. Достар, біз ободокты тігу үшін екі түрлі таста таңдап алдық. Енді біз қарапайым тігіспен таста аламыз. Бисерді аламыз, инеге өткіземіз, қайтадан қасына тігетін боламыз. Осы әдіспен барлық тастарды тігіп шығамыз. Бір моншақты өткіземіз, және де осылай тігістің тәсілімен дәл жаңағындай бір нені аламыз, қарапайым былайынан түзу тігіспен көптеп тігіп жатқан сияқты тіге бересіздер. Біз мынау екі жақты қатарынан қосып тігіп болдық. Енді мына жақта ортасы ашық тұратын жерді бір-біріне қоспай жеке дара тігіп шығуымыз қажет. Инені аламыз, бір бусинаны аламыз, тігеміз.
дәл осылай жалғастырып бітіріп тастаймыз. Осының барлығын осы жерге дейін тігіп шыға тастаймыз. Мына екеуін бір-біріне жаңағындай мына жақ тіккен сияқты қосып тігеміз. Міне достар, біздің ободогымыз дайын болды. Өте қарапайым әдіспен тігіп шықтық. Бұны өздеріңіз қалаған түсте үйлесімділікті сақтай отырып тігіп шықсаңыздар болады. Және де әдемі орамамен шашыңызға тақсаңыздар өте әдемі көрінеді. Сәлем достар, бүгін біз сіздермен сырға салуға арналған шкатулка әзірлейміз. Ол үшін бізге картон қағаз керек, және де велюр матасы, атлас матасы, үкі керек, және де әдемі шашбау немесе бахрома керек. Шашбау сияқты жасалған. Және де қайшы, желімдеуге арналған пистолет және оның желімдері, қайшы, сызғыш тиісті нәрселер қажет болады. Енді біз неге жасау жолына өтсек, бізге ең әуелі кордон керек. Кордонды біз 14 см етіп кесіп аламыз. Енді оның астына матаны жабыстыру үшін велюр матасын одан 2-3 см етіп үлкенірек кесіп аламыз. Және оны желімдеу әдісімен жабыстыратын боламыз. Бұл желімдер бұйымдарды өте қатты ұстайтын болады. Яғни үзіліп ауыр заттарды да өзінің салмағында көтере алатын болады. Мейлінше тартыңқырап жасасаңыздар, біздің шкатулкамыз әдемі болады. Ал бос болып қалса, ол кезде салбыраңқы болып қалады. Егер бос болып қалса, ол кезде өзінің әдемілігін жоғалтады. Сол себепті тартыңқырап жасай беріңіздер. Картонда осылай велюр матасымен қаптап шықтық желімдеу арқылы. Енді біз фетр матасын аламыз. Фетр матасын ұзындығын 47, енін 14 см етіп алдық. Бұны екеуін арасын қосамыз желімдеу әдісі бойынша. Велюр матадан қажет болады. Велюр матасын осылай етіп аламыз. Одан үлкен етіп пішеміз. 4 см-ге үлкен етіп пішеміз, және де жиектерін жабыстырамыз. Жиектерін жабыстырғанда біз шкатулкамыздың жиек тимесін осылай жабыстырып алдық. Енді астыңғы бөлігіне, яғни картонға қосуымыз қажет болады. Қайтадан желімді пайдаланамыз. Желімді мейлінше жоғарырақ жабыстырсаңыздар, өйткені астынан көрініп қалмауы қажет болады. Бізде букет гүлді сумка бар емес, сондай сияқты жасалады. Мына жер көбірек ұстайсыздар, қату үшін. Достар, біз соңғы бөліктері кесіндік. Артық заттар көрінбей қалу үшін, желімізде көрінбей қалу үшін ол кезде ашамыз, орнын жасау керек. Сәл артығырақ алсаңыздар болады. Астыңғы бөлігін жасап жатырмыз. Іші көрінбес үшін біз астарматамен желімізді атласпен жапсырмаңыздар болады. Көтекегінде етіп қашып шығамыз. Мен қолына астын жасап жатырмыз. Ішкі бетін қаптап жатырмыз. Атлас матасымен. Астыңғы бөлігін жабыстыру үшін ішіне крейді құйып жатырмыз. Біз астыңғы бөлігін жасап болдық. Енді үстіңгі бөлігін сөкелей іспетті. Ұзындығын 50 етіп алдық. Енін 30 см. Өлшеп көресіздер. Осыған келтіресіздер.
жерін қосып шығамыз. Мына жерге дейін өлшейсіздер. Сіздің неңізге байланысты, кепраңызға байланысты. Менікі 30 болып тұр. Әркімде әрқалай болуы мүмкін. Егер осы формула бойынша істесеңіздер, дұрыс шығады. Былайдан әр жерден белгілеп алсаңыздар болады. Қарасаңыздар, барлық жері бірдей болып тұру керек. Егер сіздің өлшеген кезде бір жеріңіз 30, бір жеріңіз 32, сондай болып тұрса, өте қисық болып қалады. Фетрдің сыртын орау үшін велюр матадан үлкен етіп кесіп алдық. Яғни 60 аяғын 40 етіп кестік. Және де былайынан тік етіп қоямыз. Енді оны желіміземіз. Екінші жағын келіп біріне теңестіріп желімдеп шығасыздар. Ішкі бөлігі көрінбес үшін ішіне былайынан шкатулканың үстіңгі бөлігін, яғни сөкелес беттес бөлігін осылай жасадық. Сыртына велюрмен қаптық, және ішін велюрмен қаптап шықтық. Сіздер велюр болса велюрмен, болмаса астармен қаптасаңыздар болады. Және де бізге мынандай қажет болады. Маған сәндеп шықтық. Енді үкі орнатамыз. Біз бағана қалдырған орынға үкімізді қондырамыз. Біз енді ортасына ою орналастыруымыз қажет. Енді мынандай дайын ою болса, егер дайын ою жабыстыруға болады, ал егер дайын ою болмаса, осы оюды осы жерге формасын сызып, мынадай жылтырлақтармен сәндеп шығуға болады. Былай қойып. Менде дайын ою болғандықтан, мен дайын оюды жабыстырып шығатын боламын. Мен центрін белгілеп аламын, және оюын қай жерден бастап тұратын белгілеп аламын. Достар, бүгін біз қосарлы ламбрекен жасаймыз. Бізге ол үшін қажет дублерин матасы қажет, және де паутина матасы қажет. Және бізге қосарлы болғандықтан бізге корольдік барқыт керек, және одан 2 түс болу керек. Ақ түс және күлгін түсті таңдап алдым. Және де бізге арқан қажет, сәндік үшін. Бізге лекаламыз қажет, өзіміз таңдап алған. Выжигатель, тас жабыстырғыш, және де желімдеуіш пистолетіміз қажет. Сонымен қатар үтік және де кафель немесе әйнек қажет болады. Енді біз жұмысымызды бастаймыз. Ең алдымен біз қосарлы ламбрекен жасау үшін біз дублерин матасын жайып аламыз. Оң терісін белгілеп аламыз. Дублерин матасының біздің қолымызға кедергі келтіретін бұдыр жағын оң қарат жайамыз. Мына жер қолға кедергі келтіреді, мына жақ қолға кедергі келтірмейді. Осы қолға кедергі келтіретін бетін жайып аламыз. Енді оған өзіміз таңдап алған, мен таңдап алған күлгін түсті мені жаятын боламын. Бізге қажетті мынау қосарлы ламбрекеннің астына тігетін матаны дублеринмен қосып аламыз. Ол үшін матаның теріс оңын анықтаймыз. Біздің қолымызға кедергі келтіретін жағы теріс болады, ал былай кедергі келтірмейтін жағы бізге оң болады. Біз оң бетті жоғарға қарай қаратамыз. Яғни біздің оюымыз осылай түсу керек. Былай түсуге болмайды. Осылай жаямыз матамызды. Оның үстіне дублерин матамызды жабыстырамыз. Дублерин матасының да оң солын айырып алыңыздар. Біздің қолымызға кедергі келтіретін бұдыр жағы ішкі жаққа қаратасыздар, ал мына жағы сыртқы жаққа қарау керек, кедергі келтірмейтін жағы. Сол кезде мынау кедергі келтіретін жағы бізге клей болады. Сол біз үтіктей емес, сол кезде жабысып қалады. Матамен матаны жабыстырады. Үтікпен сықпай және үтіктеп шығасыздар.
паутина матасын жаямыз. Паутина матасын жаямыз. Одан кейін оның үстіне ақ матаны жаямыз. Ақ матаны жаймас бұрын қайтадан оң терісін шығарып аламыз. Міне, мына жақ теріс, мына жақ оң. Мен былай қоямын. Оң бетімен қоясыздар. Біз алдыңғы сабақтарда сол бетімен қоюшы едік. Енді біз оң бетінен оямыз оюды. Міне, ою былай түседі. Мен өзіме ыңғайлатып қойып алдым. Сіздер де өздеріңізге ыңғайлатып қойып алыңыздар. Міне, біздің лекалымыз. Енді бұл сабақта ерекшелігі біз матаның сыртқы бетіне әуелі сызып алып, қаламмен, ручкамен сызып алып, сосын барып оюшы едік қой оюды. Енді біз бұл жолы ешқандай сызық түсірмейміз, себебі біз оң бетінен ойып жатырмыз. Оң бетінен ойған кезде сызығымыз көрініп қалады, қанша выжигательмен қисаңыздар да. Сол себепті бірден осылай қойып, бірден выжигательмен ойып шығамыз. Енді выжигательді 15 минутқа қосып қойып, содан кейін барып жұмыс бастайсыздар. Және оның үстіне паутина матасын жаясыздар. Содан кейін барып ақ матаны жаясыздар оның үстіне. Ақ матаны оң бетімен жаямыз. Біз алдыңғы сабақтарда сол бетімен жайған едік, енді осы жолы оң бетімен жаямыз. Себебі біз матаның оң бетінен оямыз. Және оң терісін шығарып аласыздар. Сосын оюды қойып, выжигательмен бірден ойып шығамыз. Өйткені бізде бұл двойной ламбрекен болғаннан кейін артқы бетімен емес, осы оң бетімен қойып оясыздар. Двойной ламбрекенге біз ақ түсті таңдадық оюды ою үшін, себебі оюды оюға ақ түсі өте әдемі көрінеді. Енді выжигательмен ойып бастаймыз. Осылай қағазды ұстап отырасыздар, лекаланы выжигательмен оясыздар. Өте ақырын жаймен оя бересіздер. Матаға ешқандай ручкамен немесе қандай да затпен сызбайсыздар, бірден жаңа айтқандай выжигательмен оясыздар. Міне достар, біз ойып жатырмыз. Біз ойып жатқан кезде уже біздің матамыз бір-біріне жабысып қалып жатады паутинкамен. Сіздер қимылдатып алмаңыздар. Біздің оюымыз да тіпті жабысып қалған, міне. Біткен кезде қимылдамайды. Өйткені мынау пайкамен жұмыс істеген кезде өз сондай несі бар. Еш қиындықсыз жұмыс жасай бересіздер. Міне біз ойып болдық. Енді біз қағазды аламыз. Лекаламызды жәмендеп аламыз. Міне қараңыздар, лекаламыз сондай жабысып қалғандар. Бізде пайкамен жұмыс жасағанда солай болады. Оны жәмендеп алып алыңыздар. Жаймен жыртып алмай. Арат жермен. Енді біз бастапқы жасаған мынау дублиринмен матаны қосқан матаны жаямыз оң бетімен. Соның үстіне ойып алған ақ оюымызды жаямыз. Жайып қоямыз. Былай тік бетінен қоямыз. Түгі былай болу керек. Мынау тік беті болу керек. Оң бетін қоямыз. Матаны. Енді дәл ортасын белгілеп алдық әуелі. Содан кейін марлыны қойып үстіне түктен үтіктеп шығамыз. Тура ортасына қойыңыздар. Ешқандай қисап қалмау керек. Мен осы матаға осылай сызып түсіріп алдым. Енді осы жерлерді қырып тастаймыз. Достар, міне біз ойып жатырмыз. Міне. Осылай барлығын ойып шығамыз. Выжигательмен. Біз клип алған кезде осылай шықты. Жегінің барлығы осылай болу керек. Енді осыны біз жегін арқанмен сәндеп шығатын боламыз. Ол үшін біз желім пистолетпен жасырып шығамыз. Міне достар, біздің қосарлы ламбрекеніміз осындай болып шықты. Арқанмен сәндегеннен кейінгі түрі осы.
Енді осыны өздеріңіз қалауларыңызша тастармен сәндеп шықсаңыздар болады.